Қоршаған ортаны қорғау әлемдегі ең ірі қашаған мұнай газ кен орнын игеруші Солтүстік Каспий жобасы операторының әркез ең негізгі құндылығы болып қала бермек. Компанияның ең жоғары басымдығы қызметкерлердің денсаулығы мен еңбегін, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау. Бұл барлық жұмыстардың әлемдік стандарттар деңгейінде орындалуын меңзейді. Защита окружающей среды является основным приоритетом при проектировании и разработке объектов месторождения Кашаган. Мы следуем политикам и стандартам наших партнеров, требованиям законодательства Республики Казахстан. Что касается проектов и мероприятий, которые компания внедряет для сохранения окружающей среды, для снижения негативного воздействия, это, например, система обнаружения и ликвидации утечек, проекты, направленные на снижение факельного сжигания. Компания установила себе цели в области управления выбросами парниковых газов и энергоэффективностью. В частности, это снижение на 15% интенсивности выбросов парниковых газов к 2030 году. Вокруг этой цели есть ряд проектов по энергоэффективности, по модернизации энергоустановок, по снижению утечек или, как их называют, летучих эмиссий. Қашаған кен орнының өндірістік нысандарындағы қоршаған ортаны қорғаудың аса маңызды элементтерінің бірі алау мұржасы. Мұндай жабдық мұнай мен газ өндіретін кез келген нысанның ажырамас бөлігі бола отырып, кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге жатпайтын көмірсутекті газдардың артық мөлшері қауіпсіз түрде жағылатын сақтандырғыш клапан ретінде қызмет етеді. NCOC штатты режимде алауда жағуды болдырмау саясатын ұстану арқасында өндірілетін көмірсутекті өнім бірлігіне шаққандағы алауда газ жағу көлемі саладағы ең төменгі көрсеткіштердің бірі болып отыр. Начиная с 2019 года компания провела несколько пилотных проектов по обнаружению и ремонту этих клапанов, в связи с чем было сокращено за последние 2 года порядка 1,5 миллиона кубометров газа и, соответственно, эмиссии от этих газов. Согласно вот этих данных, полученных с производственных объектов, мы можем видеть, насколько снижается сжигание газа на факелах. За счет вот этого мы можем видеть результат нашей работы. Совсем недавно были отремонтированы клапана, запорная арматура, соединенная с факельным коллектором, за счет которых мы снизили количество сжигаемого газа на факелах и эмиссий в окружающую среду. NCOC компаниясы өз қызметін жүргізу барысында табиғи беткі су қоймаларына, соның ішінде Каспий теңізіне қалдықтар тастамау мен тазартылған сарқынды су төкпеуден тұратын нөлдік төгінділер саясатын ұстанады. Компания гидрооқшаулауғыш төсемі бар булану тоғандарын тазартылған өндірістік сарқынды суды қолданудың анағұрлым қауіпсіз әдісі ретінде пайдаланады. Өндірістік сарқынды судың бүкіл көлемі алдын ала механикалық, химиялық және биологиялық тазартудың бірнеше кезеңдерінен өтеді. Ол үшін қолданыстағы ең үздік технологиялар пайдаланылады. Соның ішінде қышқыл суды булау, тотықтыру, кері қалқыту, тұндыру, айыру және сүзгілеу әдістері қолданылады. Өндірістік процестер барысында түзілген тазартылған сарқынды су, сонымен қатар тазартылған шаруашылық тұрмыстық сарқынды су торлы сүзгілерден өткізіліп, су буланатын булану тоғандарына, тоған жинақтауыштарға төгіледі. Тоғандар топырақ пен жерасты суынан толық оқшауланған. Компания обратилась к нам в 2020 году по поводу запаха на испарительных лагунах. Изучив входящие данные и мировую практику, мы применили современный подход для выявления проблемы на лагунах. Мы добились снижения сульфат-восстанавливающих бактерий с 98-99% до 40-45% в текущем году без негативного эффекта на экологию. Наоборот, идет позитивный эффект за счет снижения выбросов сероводорода. Это самый современный подход, научно-исследовательский подход, который был применен на промышленном производстве. Как Казахстанский институт были приятно удивлены мерами, которые предприняты для сохранения окружающей среды. Конечно, NCOC для нас это показатель в плане охраны окружающей среды. Помимо наших технологий, компания применяет различные другие разработки мировые. Например, нам понравилось применение мокрого барьера для сдерживания запаха. Компания не применяет только одно решение, она ищет различные подходы, в том числе научные подходы, почему мы работаем
с NCOC. Один из основных экологических проектов – это установка по очистке сточных вод технологического процесса, который мы в данный момент реализуем на территории и за территорией завода «Болашак». Проект состоит из двух основных частей. Это установка по очистке воды внутри завода, установка, которая будет располагаться вне заводских площадей. Суть состоит в том, что все потоки, которые генерируются на заводе «Болашак», они подлежат дополнительной очистке для того, чтобы соответствовать новым ужесточенным экологическим нормам республики и для того, чтобы та вода, которую мы сбрасываем в пруды испарения для утилизации, она соответствовала этим требованиям. Одной из основных целей данного проекта является увеличение оборотного водоснабжения нашего завода. В результате реализации данного проекта это оборотное водоснабжение достигнет 70%. Это на самом деле очень хороший показатель для такой установки, комплексной установки подготовки нефти и газа. Таким образом, мы, кроме того, что достигаем необходимых желаемых экологических эффектов, мы также значительно сокращаем забор со стратегически важного водовода Мангышлак-Астрахань. В рамках реализации проекта, естественно, компания уделяет особое внимание технике безопасности, проведения работ, соблюдения всех наших золотых правил компании. NCOC экологтары қоршаған ортаға әсерді бақылау жолында тапжылмай еңбек етіп ғылыми зерттеулер жүргізуде. Компания Атырау қаласы мен Атырау облысында, соның ішінде өндірістік нысандарға тікелей жақын жерде орнатқан ауа сапасын бақылау станциялары тәулік бойы атмосферадағы ластаушы заттектердің мөлшерін бақылайды. Станция мониторинга качества воздуха замеряет у нас 5 основных загрязняющих веществ, которые вносят вклад в загрязнение атмосферы нашего региона. Это диоксид азота и оксид азота, оксид углерода, диоксид сера и сероводород. Через данные мы можем видеть, что где-то в каком-то месте у нас проблемы, и уже туда непосредственно отправить техническую группу, чтобы она проверила сенсоры, анализаторы, саму станцию. У нас в компании внедрены процедуры по обеспечению контроля качества, чтобы гарантировать надежность получаемых данных от наших станций. 2019-2021 жылдар аралығындағы кезеңде NCOC компаниясы атмосфералық ауаның күйін бағалау үшін Атырау қаласында және Батыс Ескенеде атмосфералық ауа сапасына кешенді зерттеу жүргізді. 2020 жылы NCOC компаниясы қолдауымен Атырау өңірі және Болашақ зауыты маңындағы тұрғын жай ауа сапасын бағалау мақсатында кешенді мониторинг жұмыстары жүргізілді. Сол жұмыстарға біздің мобильді сынақ зертханасы шақырылды. Бұл жұмыстың мақсаты NCOC компаниясының жылдар бойы жиналған деректемелерін және де Атырау гидромет мемлекеттік басқармасының жинақ деректерін аналитикалық талдау, сараптау өткізу болды және де зертханалық бақылау жұмыстарын өткізу болды. Мониторинг жұмыстарының нәтижесі күкірт сутегінің ауада шамадан тыс мөлшерде маусымдық таралуын растады. Атқарылған жұмыстардың нәтижесі қоғамдық тыңдауда талқыланып, тиісті оң бағасы берілді. Атырау өңірінде өткізілген бұл ауқымды шараға NCOC компаниясы мұрындық болып қаржы бөліп өткізгендігі бұл компанияның осы өңірдің экологиялық хал-ауқатына бейжай қарамайтындығын көрсетеді. NCOC кез келген оқиғаға шұғыл және тиімді ден қоюға үнемі даяр болуды қамтамасыз етеді. Компания өз қызметінің жобалаудан бастап барлық кезеңдерінде қателіктерді азайту үшін үнемі қатаң қауіпсіздік стандарттарын қолданады. Сонымен қатар қалдықтар мен шығындарды мөлшерін азайту үшін инновациялық технологиялар енгізуде. Қалдықтарды жайғастыру жүйесінің мақсаты оларды азайтудан немесе түзілу көзінде мүлдем болдырмаудан тұрады. NCOC нысандарында түзілген қалдықтардың барлығы уақытша сақтау алаңдарында алдын ала сұрыпталады және кейінгі өңдеу мен кәдеге жарату үшін арнайы мердігер ұйымдарға тапсырылады.
Теңіз нысандарында түзілетін қалдықтардың барлығы қалдықтар мен сарқынды суды қауіпсіз тиеу мен тасымалдау үшін арнайы жабдықталған кемелермен әкетіледі. Лицензиясы бар мердігер қалдықтарды құрлықтағы қалдық өңдеу нысандарына тасымалдайды. Компания қалдықтарды кейінгі кәдеге жарату процесін жеңілдету үшін өзінің кәсіпорындарында оларды бөлек жинау жүйесін белсенді пайдаланады. Қалдықтарды басқару және бақылау жүйесі қалдықтардың түзелуінен бастап түпкілікті кәдеге жаратылуына дейінгі толық циклден тұрады. NCOC басты міндеттерінің бірі мұнайдың тіпті өте аз мөлшерде ағып кету және төгілу мүмкіндігіне жол бермеу. Төгілімдермен жұмыс жүргізудің ең жақсы тәсілі мұнайдың төгілуіне жол бермеу. Из мероприятий, которые предусмотрены на этапе проектирования, можно отметить наличие изоляции. То есть все наши основные производственные объекты, где могут произойти протечки, они изолированы. Либо это мембрана, это обваловка, это система дренажа на объектах компании. Все это позволяет предотвратить загрязнение подземных вод и почв, если случится разлив или утечка на объектах. Бұл ретте компаниядағы жөнге салынған жұмыс жүйесі арқасында алдын алу шараларының тиімділігіне қатысты сенімділіктің қаншалықты жоғары болуына қарамастан, NCOC мұнайдың ағуы мен төгілуіне шұғыл ден қоюға әрқашан әзір. У нас разработана определенная система в случае небольшого разлива, даже 3 литра какого-то дизельного топлива, мы тут же сообщаем. У нас есть система, которая оповещает, что было пролито 3 литра. NCOC компаниясында мұнай төгілімдерін жою жөніндегі арнайы топ құрылған. Оның құрамында оқудан өткен шамамен 100 маман бар. Топ солтүстік Каспий жағдайларында пайдалануға есептелген жабдықтармен жарақталған. Бұл жабдықтар Баутин мен Дамбадағы теңіз операцияларын қолдау базаларында сақталған. У нас отдел по реагированию на разливы нефти очень сильный, имеет очень мощную флотилию, суда оснащенные бонами определенными. Все это делается и все это продумано. Ұзындығы ондаған километрге тең мұнай жайылтпайтын бондар арнайы солтүстік Каспийдің бірегей ортасында пайдалану үшін сатып алынды. Жайылтпағыш бондар ашық теңізде орын алуы мүмкін мұнай төгілімдерін шектеуге, оқшаулауға және осылайша үлкен аудандардың ластануының алдын алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар компанияда тұрақты түрде оқу жаттығу сабақтарын өткізуді қамтитын мұнай төгілімдерін жоюдың кешенді жоспары әзірленген. Ірі жаттығулар облыстық және мемлекеттік өрт қауіпсіздігі қызметтерінің және билік органдарының қатысуын көздейді. Каспий теңізі әлем бойынша басқа еш жерде жоқ, сирек кездесетін және эндемик түрлері бар бірегей экологиялық жүйе. Бүгінгі таңда оның күйі табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен ғаламдық өзгерістерге ұшырауда. Осы теңдесі жоқ өңірді қорғау және сақтау NCOC қызметіндегі ең басты міндет. Компания также реализует проекты и исследования в области хранения биоразнообразия в Каспийском регионе, направленные на тюленей, на представителей флоры и фауны в Каспии. Так как мы работаем в нефтегазовой индустрии, у нас есть обязательно план по ликвидации разливов нефти, и его составная часть – это план по спасению диких животных, загрязненных нефтью. На данный момент этот план пересматривается. Мы включаем в него пункты по модернизации, по улучшению условий реабилитации и стабилизации спасения животных, по их выпуску. Соответственно, чтобы этот процесс происходил более гладко и менее травмирующе для животных. И в рамках этого плана предусмотрены людские и материальные ресурсы, чтобы его выполнить. То есть, если произойдет какой-либо разлив нефти, будет ли это на море, будет ли это на суше, будет ли это разлив, там, допустим, от автотранспорта какой-то. Вот все эти случаи, они сразу фиксируются и сразу предпринимаются действия для их ликвидации.
Солтүстік Каспийдің табиғаты қаншалықты бірегей болса, соншалықты сезімтал. Биоалуандықты сақтау бүгінгі және келешек ұрпақтың әл-ауқатының кепілі. Сондықтан да Каспий өңірінің бірегей биоалуандығын қорғау және сақтау NCOC үшін жаһандық тұрақты даму саласындағы ең басты мақсат. Наши морские объекты являются привлекающим моментом для птиц. Во время миграции они используют наши объекты для отдыха, для кормежки. То есть это своего рода новая искусственная среда. Каспий теңізінде мекендейтін бекіре тұқымдас балықтардың барлық түрі жойылу қаупі төнген санатына жатқызылған және Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде Каспий байлығын сақтау мақсатында компания Атыраудағы Жайық Атырау бекіре балық өсіру зауытымен экология, геология және табиғи ресурстар министрлігімен тығыз қарым-қатынас жасай отырып, бекіре тұқымдас балық шабақтарын молайту және оларды Жайық Каспий бассейніне жіберу жөніндегі іс-шараларды орындауда. Табиғи пайдаланушылардың шарты бойынша бүгін Жайық өзеніне шоқыр шабағы жіберілуде. Біздер бүгінгі таңда қазір Жайыққа жіберемізде, ол шабақтарымыз біздің Жайық Каспий бассейніне барып орналасады. Осы жұмыстар жүргізіп жатырмын, бұл енді балық қорын көбейту мақсатындағы үлкен үлестерін қосып жатыр. Оның ішінде бана айтып отырмын ғой, NCOC компаниясы бар, өздерінің үлестерін қосып, өздерінің шарт бойынша белгіленген шабақтарын жіберіп жатыр. По подсчетам здесь должно быть выпущено 60 тысяч малька. Малек кондиционный. Мы посмотрели параметры физические, и рост, и вес, и считали поштучно. В общем-то, малек готов к выпуску и, надеемся, будет жизнестоек. Каспий фаунасының бірегей түрлерінің бірі Каспий ит балығы. Ол Каспий теңізін мекендейтін жалғыз теңіз сүтқоректісі. Теңіз ортасында болатын өзгерістердің барлығы да оның денсаулығы мен популяциясына әсер етеді. Сондықтан да ит балықтарды Каспий теңізі күйінің индикаторлары деп атайды. NCOC компаниясы Каспий теңізінің биологиялық алуандығын сақтау үшін солтүстік Каспий акваториясында Каспий ит балығын зерттеу бағдарламасын жүзеге асырып келеді. Комплексные международные исследования Каспийского тюленя стали ответом на растущую обеспокоенность научного сообщества состоянием популяции этого уникального морского млекопитающего. Они были инициированы организацией нашей компании совместно с учеными Республики Казахстан и Российской Федерацией. Исследования ученых согласованы с ведущими специалистами уполномоченных государственных органов обеих стран. Основными направлениями программы являются изучение численности, благосостояния популяции, кормовой базы тюленей, состояние места обитания, факторы негативного воздействия на животных и, самое главное, определение перспектив и действий по сохранению популяции каспийского тюленя из среды его обитания. Также в целях более полного понимания состояния популяции каспийского тюленя перед началом исследований международная группа ученых внимательно изучила весь массив известных литературных сведений и информацию об единственном млекопитающем животном Каспийского моря, накопленную нашей компанией, которая была получена в ходе планомерных исследований с 1994 года. Исследования из ледокольных судов, которые выполняется компания наша, позволяют разработать предложения и меры по снижению воздействия ледоколов на популяцию каспийского тюленя в период рождения и вскармливания детенышей. В целом ледокольное исследование направлено на изучение поведения тюленя при приближении судов и направлено на выработку новых рекомендаций для снижения воздействия.
И ежегодно во время зимней ледокольной навигации принимаются такие меры, как инструктаж капитанов ледоколов и экипажей судов перед началом сезона щенки тюленя. Производится авиаразведка места расположения тюленя вдоль ледокольных маршрутов с применением вертолетов. Размещается на судах специально обученные специалисты, наблюдатели за тюленями, которые предупреждают столкновение с тюленями. Все эти действенные меры ежегодно совершенствуются для смягчения воздействия на популяцию этих морских млекопитающих животных. Қоршаған ортаны әсерлерден қорғау жөніндегі жұмыстары сонымен бірге көгаландыру жұмыстарын жүргізуді қамтиды. Осыған байланысты 2021 жылы NCOC компаниясы мен Атырау облысының әкімдігі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Оның шарттарына сай көгаландыру үшін Соколок, Мақат ауданы, Еркін қала, Береке сияқты учаскелер таңдалды. Атырау өңірінде ағаштар мен бұтасын өсімдіктер отырғызу кезінде ерекше агротехникалық жағдайларды ескеру қажет. Тамшылап суару әдісі қолданылады. Сондықтан су әр ағашқа жетіп, ылғал үнемдеуге ықпал етеді және топырақ екінші рет ластанбайды. Көгаландыру бағдарламасына міндетті түрде органикалық және минералдық тыңайтқыштарды қолдану кіреді. Біз енді шынына келгенде қоршаған ортаға зиян келтірмеуіне біз көптеген шара жасап жатыр. Жастардың тәжірибесін көтерудің бір жағынан, олардың көзқарасы тіпті ерекше жаңа. Сайттағы персоналдарымыз керемет. Неғұрлым жаңа осы табиғатқа зияны келмесін деп жұмыс жасап жатыр. Енді соны басқа елімізге таратуымыз керек та, түсіндіріп бір ашып көрсетіп көруіміз керек. Көп жұмыс жасап жатыр сол үшін. Каспийдің итбалығын қайта-қайта тексеріп жатыр. Кемелеріміздің әрбір жүрген қимылын тексереміз. Енді ештеңе төкпе, ештеңе түсірме деп жаңағы. Мұнайшы болған кезде екі нәрсе бар да. Ол адамның қауіпсіздігі, екіншіден табиғатқа зиян келтірмеу. Сол екі нәрсені бар ұстану керек та әрбір мұнайшыға. NCOC компаниясына қоғамның саналы мүшесі ретінде елдегі қызмет үшін жоғары деңгейде жауапкершілік артылған. Бұл ең жоғарғы халықаралық стандарттарға сәйкес жұмыс істейтін әлемдегі ең күрделі теңіз жобасы операторының берік ұстанымы.